Міне екі егін қостық қой. Жаңа прямострочкаға салдық. Одан кейін оверлокпен обработка жасадық. Міне. Енді мынаны фиксировать ету керек. Наружный шов дегенді жасаймыз. Мынау сыртынан тігеміз. Қайтадан сыртынан тігеміз. Себебі адамдар киген кезде осылай шешеді ғой. Мынау жыртылмайтындай осылай сыртына шов жасаған дұрыс. Қазір осын тігейік. Сол жаққа, сол жақ жеңі. Сол жақтың жеңінде ойығы көрініп тұр бер жағынан. Алдыңғы полочкада да ойығы көрініп тұр. Артындағы детальдың шығып тұрған көрініп тұр. Мынау астыңғы жағынан көрініп, мынау астыңғы жағынан да көрініп тұр. Осылай тігілген кезде алдыңғы жағы сәл кішіректеу болады, артқы жақ арты үлкендеу болады. Сонда мынау қимылға жеңіл болады. Арқа жағы адамның көп қимыл болғаннан кейін уже кішкене көбірек алынады. Енді мынау сол жағы, мынау оң жағына саламыз. Лекал дайын, миллиметрге миллиметр келгеннен кейін біз мынаны ортасын іздемейміз. Мына жағынан бастап фиксировать етеміз. Сіздер енді көктеп алам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, бірақ мен осылай булавкаға отырғызам. Домалақ жағын. Осылай. Бір-біріне қосамыз. Лекал дайын болғаннан кейін ұжыналар бәрі сәйкес келеді бір-біріне. Екі бетін бір-біріне қаратамыз. Оң жағын қаратамыз. Мынаны осылай. Осылай оламыздағы. Мына жағынан бастаймыз. Өстіп. Екінші жағын өстіп. Бір-біріне. Булавкамен отырғызамыз. Енді міне жаңа фиксировать етіп бәрін бір-біріне екі детальді қостық. Енді тігеміз. Осы.
производственный машинкада астыңғы мынау матаны тартып тұрады, мына жердегі гусеницалар. Сондықтан өстіп тартып, астыңғы жағын тартып түзетіп отырмаса, осындай машинкалар мына көрінуі, екі жағы бірдей болып түсті ақырында. Енді оверлокқа саламыз. Жаңа екі иығын қостық қой, сол сияқты сондай процесс. Мынаны оверлокпен бәрін обработка жасап болғаннан кейін, премастрочкадан кейін оверлокпен бәрін жасадық. Енді тағы да фиксировать еткен дұрыс болады. Сондықтан мынау иықтың тұсында фиксация болды ғой, сыртқа шов. Сол сияқты шов саламыз. Мынау жең жаққа емес шовты, мынау спинкасына, передний полочкасына саламыз шовты. Енді салмаймыз десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен өз басым салғанды жақсы көрем. Сонда бұл затты көпке дейін киюге болады, сапалы болады да. Сапа жағын ойлаған дұрыс. Астында түзетіп, астында бүйтіп бір жағына қайырып отырам, көрініп тұрады, өзі мына жақта білінеді, осы жерде көрініп тұр. Сезіледі қолым өстіп нетсе. Мынау иық жақты көріңіз, оны же шов иықтың. Иықтарын қостық. Жеңдерін қостық. Мына осылай болып шықты. Осындай. Енді мынаны екі боковой шовты қосамыз бір-біріне. Боковой шовты қосқан кезде основной мынау тігістер бір-біріне сәйкес келу керек. Оны мен булавкамен фиксировать етем өзім. Мына осылай. Мына жаққа кіргізем, шовқа келтірем мынаны. Келесі мынаған келтірем. Екі шовты бір-біріне фиксировать етіп, булавкамен дайындап қоям. Келесі мынау басын, жеңнің басын. Осы жақты дайындап. Мен осылай булавканы былай тақпайым. Осылай қадамайым. Фиксацияны осылай жасайым. Тіккен кезде мынау булавкаларды алып тастауға жеңіл. Лайфхак тоже. Все оставлю, да. Потом на рабочем столе что-то было. Ну, рабочий стол не сделал. Когда выключаем, да? Мынау етегіндегі екі бұрышын бір-біріне келістіреміз. Бәрі түп-түзу болып шығады. Сол жақты да солай жасаймыз. Бұрыштар келіп тұру керек.
иісі мына жақта да